алтыншы Темірбай Естеміров атындағы 3-ші Б сынып оқушысы Оралбай Омар. Абай Құнанбаевтың 6-шы қара сөзі. Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қай елде болады? Қайтсе, тату болады білмейді. Қазақ ойлайды: бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, ам тұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім өз несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі бірін-біріне пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірін алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниедегі әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтылған ырыс олар емес. Көңілі тірі болса соны айтады. Көкірегі өлі болса ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақ бас, әзір тамақ, әзір ас, сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықтан өлімнің өзі артық.